12 жасқа толған балаларға арналған. Денсаулық баға жетпейтін жалғыз ғана асыл дүние. Адамның денсаулығы қоғам байлығы. Армысыздар ардақтаған эфирде бірінші байлық хабары. Бүгінгі таңда денсаулық саласындағы ең өзекті де күрделі мәселенің бірі кадаверлік донор. Нақтырақ айтсақ, кадаверлік донор дегеніміз ол мәйітті донор. Яғни белгілі бір жағдаймен миының өлгені расталған адамның ағзаларын алып, кезегін күткен науқасқа пайдалану. Бұл әрине Европа елдерінде бұрыннан бар дүние. Ал біздің елде 2009 жылдан бастап қолданысқа енгізілген. Бүгінгі хабарда осы мәйітті донор жайында сөз ететін боламыз. Экраннан алыстамаңыздар. Қазақстанда бүгінгі таңда 8 мыңға жуық адам өмірлік маңызы бар органдарды ауыстыруға мұқтаж. Сын сағатта бұл жандардың барлығы күту парағында кезекте тұр. Күн сайын, сағат сайын, минут сайын медициналық орталықтардан қоңырау күтеді. Бұл Тараз қалалық көпбейінді аурухана ішінен ашылған гемодиализ бөлімшесі. Мұнда қос бүйрек істен шыққан науқастар аптасына 3 күннен диализ алады. Ол дегеніңіз бүйрек қызметінің істен шығуына орай жасанды жолмен бүйрек қызметін жасау. Бүгінгі таңда бұл орталықта осындай аппаратқа таңылған 400-ге жуық науқас бар. Ал күту парақшасы бойынша өңірде 120 науқас әртүрлі донорлық органдардың кезегінде тұр. Оның ішінде бүйрек органына ересек 100 адам, 11 бала, 3 науқас бауыр, 4 науқас жүрек органын ауыстыруға үмітті. Басқа себептермен авария, инсульт, қандай да бір оқыс жағдайлардан ми өлімі болатын науқастардың көптеп түсетіндігіне байланысты. Біз сондай кадаврлық донорларды біздің Тараз қаласы 2016, 2017, 2018 жылы біз облыстық ауруханадан 4 кадаврлық донор берді. Ол 16 адамның өмірін сақтап қалды, ұзартты, өмір сыйлады былайша айтқанда. Сондықтан бұл біздің медицина үшін, жалпы біздің халқымыз үшін керек дүние деп білем. Алайда тұрғындардың 73% мәйіт донор болуға келіспейді екен. Адамның ағза мүшелері өзімен бірге жерлену керек деген ұстанымда. Көпшілік солай дегенмен оған сұраныс бәрібір жоғары. Ауыр дертпен күресіп жатқандар өмір сүргісі келеді, ал бұған шариғатта рұқсат етілген бе? Бір дене мүшесін беретін болса, онда ол бір адамның тірі қалуына себепкер болса сол арқылы, онда ол бүкіл адамның тірі қалуына себепкер болғанмен тең болады. Жалпы шариғатымыз бұл нәрсені құптайды. Әсіресе дүниеден өткен кісілер болатын болса, ол кісілер өзінің өсиетін айтып кетуіне болады жақындарына. Екінші, заместительная почечная терапия, бүйрек алмастыру терапиясының екінші тармағы ол трансплантация, донорский почки дейді. Басқа бір донор адамның бүйрегін алмастырып салу болады. Ол донорлардың өзі екіге бөлінеді бізде. Біріншісі туысқандық сәйкестік арқылы тірі туысқанынан алып салынады. Екіншісі ол мәйіттік донор, кадаврлық донор дейді. Ол қандай да бір азамат, қандай да бір жағдайда, оқыс жағдайға түсіп, ми өлімі болған жағдайда, ол әрине ми өлімін міндетті түрде осындай мемлекеттік ауруханада бірнеше дәрігерлердің сараптамасынан кейін, бірнеше комиссиядан кейін акт жасалып, ми өлімін тексеріп, шынымен де ми өлімі болды деген жағдайда, ол науқасты біз потенциалды түрде донор деп қарастырамыз. Бірақ бұл жерде де трансплантология ол тек қана медициналық ғылым емес, бұл жерде құқықтық, бұл юридический аспект, этический аспект дейді, моральный, психологический аспект. Бұл әлемдегі жалпы медицина саласындағы ең үлкен биік шыңы болып табылады. Созылмалы сырқаттың сергелдеңіне түскен жанның бірі Бақытжан Өтегенов. Небары 31 жасында осындай халге түсемін деп еш ойламағанда. Жыл бұрын жағдайы күрт төмендеп, жедел жәрдеммен осында жеткізілген. Тексере келе халаттылар қос бүйрегінің бірдей семіп істен шыққанын анықтапты. Ауру басталған кезде тамаққа тәбет болмайды.
не ішсеңіз де құсасыз. Қара судың өзі сіңбей қалады ғой. Денсаулықтың қадірін білу үшін адам өз-өзін күту керек екен біріншіден. Енді біз ауыр жұмыста жүрдік. Дүние деп артынан басқа түскен кезде бір дүниеде керек емес та. Дертті жеңудің бір ғана жолы бар, ол бүйрегін ауыстыру. Алғашында Бақытжанға туысқандары бүйрегін бермек болып тексерткен, еш сәйкес келмепті. Тек анасыныкі ғана жарайтын болып шыққан. Алайда анамның денсаулығы операцияға жарамайды дейді жігіт ағасы. Ендігі бар үміті кадаверлік донорда ғана. Мәйіттік донорствомен өмірге деген көзқарас кішкене болсын қуантады. Бір адамға өмірін сыйлап атса. Адам баласы қайтыс болғаннан кейін мәйіттегі сау ағзаны мұқтаж адамға ауыстыру арқылы, яғни трансплантация ажалдан аман алып қалу үрдісі біздің елге де ақырындап кіріп келеді. Бұл донорлық деп аталады. Кейбіреулер науқас жанға жаңа өмір сыйлауға келісімін беріп жатса, мұндай жағдайға түбегейлі қарсы болатындар да бар. Айта кетсек, кадаверлік донор болу үшін 18 жастан асқан және одан үлкен миының өлгені расталған болуы шарт. Ағзалары мен тіні реципиентке транспланттау үшін адам қайтыс болғаннан кейін донор болуы мүмкін. Оған туысқандары міндетті түрде рұқсат ету керек. Барлығы заң шеңберінде жүргізілуі тиіс. Құрметті көрермендер, біз дәрігермен сұхбат айдарына да келіп жеттік. Бүгінгі студиямыздың қонағы Жамбыл облыстық қан орталығының бөлім меңгерушісі Бекалтаева Айдана Жомартқызымен болған сұхбатты назарларыңызға ұсынамыз. Айдана Жомартқызы, студиямызға қош келдіңіз. Өзіңіз білесіз, осы қан орталығында қызмет етіп келе жатқаныңызға да біраз уақыт болған екен. Бүгін біз көрермендерге жалпы донорлық туралы, қан тапсырудың қыры мен сыры туралы біраз ақпарат беріп өтсек. Алғашқы сауалым, жалпы кімдер донор бола алады? Жалпы Қазақстан Республикасының 2 қазандағы 20 жылғы бұйрығына сәйкес 18 жастан асқан барлық ер азаматтар мен азаматшалар қан доноры бола алады. Оның қан донорлығында бізде шектеу жоқ. Жанда денсаулық жағдайы жақсы болса, жанда өзіне сенімді болса, қорқыныш сезімі жоқ болса, біз әрдайым есігіміз ашық, донорлыққа қабылдауға дайынбыз. Енді мынаны айта кетіңізші, Айдана Жомартқызы, кімдерге донор болуға рұқсат беріледі, ал кімдерге рұқсат берілмейді? Қандай категория бар? Жаңа сізге айтып өткендей, бұйрыққа сәйкес біз барлық бұйрықтармен жұмыс істейміз. Бұйрыққа сәйкес бізде абсолютті және уақытша шектеулер деп екіге бөлеміз. Абсолютті шектеулер бойынша бұл жандай жүрек жеткіліксіздігін, бауыр, бүйрек, өкпе жеткіліксіздігін декомпенсация дейді, ауыр сатысында, жанда жұқпалы инфекциялық аурулармен ауыратын науқастар, және де жандай операциялардан кейінгі жандай әсіресе ампутация деп айтамыз ғой, бір бөлігін алып тастаса, осы науқастар терминальный стадия дейді, осы сатыдағы науқастарға жандай бұл абсолютті қарсы көрсеткіштер болып табылады. Және де қосымша уақытша шектеулер деп айтамыз. Ол жанда майлы тамақ жеген жағдайда, түнгі ауысымдық жұмыстан шыққан кезде, дәрі-дәрмек қабылдаған кез, уақытша, мысалы қазір айтып жатыр қой, тұмау жүріп жатыр деп, осы тұмаумен ауырған науқастар, осындай кісілерде аллергиясы бар науқастарды уақытша шектеулерге барамыз. Ол уақыт шектеулер өте көп, енді оны айтып отырсам өте ұзақ болып кетеді. Ол основной негізгі шектеулер осы болып. Жалпы енді донор болатын адам, біз қазір көріп отқан көрермендер біле кетсін, қанша уақыт өзіне өзі жаңағыдай шектеулер қою керек, қандай талаптар қоясыздар? Мысалы, өтініш білдірсем, мен өзім донор болу үшін мен не істеуім керек? Бірінші донорлыққа ол диета дейміз. Бір күн бұрын, 2 күн бұрын әр адамның ағзасы индивидуальный дейді ғой. Зат алмасу процесі де әртүрлі бол. Сондықтан майлы тағамдар жемеу, қуырылған тағамдар жемеу, сүт тағамдарын болмайды міндетті түрде. Оның ішінде сары май, колбаса, сыр деп айтамыз, творог, жұмыртқа, осы тағамдарды жемеу, диетамен келу, ұйқысын қандырып, түнгі ауысымнан шықпай келу, дәрі-дәрмектер қабылдап жатқан жағдайда тоқтатып, 1-2 күнге тоқтата тұрып, осындай көрсеткіштермен дайындықпен келу керек донорлыққа. Бүгінгі таңда біздің Жамбыл облысы бойынша донорлық қан қоры қаншалықты?
Жеткілікті ме? Қан қоры бізде жеткілікті. Әрине біз барлық жаңағыдай орталықтарды емдеу мекемелерін қанмен қамтамасыз еткендіктен бізде қан көлемі жеткілікті болып табылады. Бірақ дегенмен қан тапсырушы донорлар бізге әрдайым керек. Біз әрдайым құшағымызды жая қарсы аламыз. Біздің орталықтың мүмкіншілігі, қан дайындау мүмкіншілігі жылына 15 000 литрға дейін біз қан дайындап шығарамыз. Осындай мүмкіншілігіміз бар. Айдана Жомартқызы, бір адам қанша грамм қан тапсырады? Бір адам тағы да осы бұйрыққа сәйкес, жаңағы 113-ші бұйрыққа сәйкес 450 мл қан тапсырады. Ер адамдар үшін жылына 6 ретке дейін мүмкіншілік бар, әйел адамдар үшін 4 рет тапсыруға болады осы бұйрыққа сәйкес. Қан тапсырғаннан кейінгі адамның жай-күйі, оның денсаулығына әсер ете ме? Содан кейін қандай жеңілдіктер қарастырылған? Донор болғаннан кейін. Донор болғаннан кейін бізде жаңа айтып жатыр ғой, өтеусіз донорлық дейміз қазір, бізде безвозмездный дейді, өтеусіз донорлық. Бұдан кейін жаңағыдай 0,25 МРП көлемінде энергетикалық құндылық беріледі. Ол 862 теңге 5 тиын. Осы жаңа 20-ші жылдағы тариф бойынша. Және де сол күн қан тапсырған күні жаңа жұмыстан босатылады. Орташа айлық жалақысы сақталып отырып. Және де қосымша бір күн демалыс беріледі. Біз жаңа қан тапсырып болғаннан кейін справка береміз. Анықтама, сол анықтамен жұмыс орнына алып барса, осы денсаулық сақтау кодексіне сәйкес босатылады. Және де оны бір жылдың ішінде өз қалаған күн алады, немесе жаңағыдай отпуск деп айтамыз ғой, осыған қосып алуға мүмкіншілік бар. Демек, айлық жалақы сақталады? Сақталып отырады, міндетті түрде. Жақсы, енді қанша мекемеге сіздер донорлық орталық, қан орталығы қанмен қамтамасыз етесіздер? Біз 25-26 мекемені Жамбыл облысы бойынша қанмен қамтамасыз етеміз. Ол барлық аудандық ауруханалар, қалалық ауруханалар, облыстық көлемдегі ауруханалар және де жекеменшік емдеу мекемелерін қанмен қамтамасыз етеміз. Әсіресе жаңағы атап айтатын болсақ, бізде кардиохирургиялық 2 клиника бар. Күнделікті қанмен қамтамасыз етіп отырамыз ол жерлер. Қазіргі таңда жалпы қандай да бір жол апатына түскен жағдайда, болмаса қандай да бір апатқа түскен жағдайда науқасқа қан көп қажет етеді ғой. Сондықтан туысқандарына да қан тапсыру талап етіліп жатады. Осы жайында да айта кетсеңіз. Негізі қан тапсыру бұл добровольный дейміз, өз еркімен адам тапсырады. Енді жандай былайша айтқанда біз туысқан қандай жағдай болмасын, біз қанмен қамтамасыз етеміз. Ол туысқандар келіп тапсырса да, тапсырмаған жағдайда біз үздіксіз аптасына 7 күн 24 сағат бойы қанмен қамтамасыз етеміз. Қанның бізде компонентінің 12 түрі шығады. 12 түрін барлық түрін уақытында беріп отырамыз, тырысамыз әрине. Енді біз қан бергендіктен бізде қандық қорын толықтыру үшін әрине біз туысқандарының кеп қан тапсырғаны, ол көмектескені, ол игі шара, ол өзінің туысқаны болмаса да, ол басқа адамның туысқанына көмек деп санаймыз. Ол былайша айтқанда игі шара. Айдана Жомартқызы, жалпы қан орталығында қанның дайындау процесі қалай жүргізіледі? Қан дайындау процесі, бірінші донор бізде бір жылда 14-15 мыңға шейін адам донорлыққа өтініш беріп қан орталығына келіп жатады. Жақсы, Айдана Жомартқызы, жалпы қандай инфекциялық аурумен ауырған адамдарға қан тапсыру рұқсат етілмейді? Былайша айтқанда, қанмен жұғатын инфекциялық аурулардың барлық түрі. Бізде көп таралғаны бұл гепатиттер, Б, С, Д гепатиттері, сифилис деп атамыз, ВИЧ инфекция. Бұлар міндетті түрде шектеу болып табылады. Бұл кісілер рұқсат жоқ, қан тапсыра алмайды. Жалпы өңірде қанша тұрақты түрде қан тапсыратын донорлар бар бізде? Бізде тұрақты түрде қан тапсырылатын донорлар 7 мыңнан аса 8 мыңға дейін жыл сайын бізге келіп қан тапсырып тұратын донорларымыз бар. Енді мынаны айта кетсеңіз, қан тапсыру адам ағзасына қандай пайдасы бар? Ең бірінші бұл айтып жатырмын ғой, игі істеп. Сіз донор болып қан тапсырғанда 3 адамның өмірін құтқарасыз. Ең бірінші, екіншісі ағзада алмасу процесі, қан алмасу процестер жүреді. Сосын адам былайша айтқанда өмір алда не тұрғанын білмейміз ғой. Егер
Алла сақтасын деп айтамыз, бір жағдай болған кезде болып жатса, донорларда қан кету болып жатса, ол кісілерде жандай қан кетуге тұрақтылық болады. Себебі постоянно донор болып үйреніп қалады, сондықтан жандай ол организм жандай геморрагический шок деп айтамыз ғой, жаңа қан сұрауды, соған тұрақтылық болады. Және де онкологиялық аурулардың алдын алады, жүрек қан тамыр ауруларының алдын алады. Негізі қан тапсыру былайша айтқанда ағзаға өте көп жандай пайдасы бар. Жалпы 2020 жылдан бастап қан компонентінің жаңа түрі енгізілген екен. Осы жайында да біле кетсек? Бізде қазір былтыр 2022 жылғы жандай криоконсервенген қалпына келтірілген эритроциттер деген қан компонентінің жаңа түрін енгіздік. Бұның ерекшелігі бұл аппаратта, бұл қан 80 градуста қатырылып, сосын аппаратта деглицерилизация дейді, аппаратта өңделіп, 6 рет аппаратта жуылған. Бұл былайша айтқанда идеальный дейді, таза қан. Бұның мүмкіншілігі жандай гемоглобинді 20-40-қа шейін көтеруге мүмкіншілігі бар. Біз беріп жасап, басқа больницаларға беріп көрдік. Жандай отзыв деп айтамыз ғой, өте жақсы, ұнады деп жатыр. Дәрігерлердің көзқарастары, науқастарға көмегі жақсы болды деді. Соны былтыр біз бірінші рет енгіздік. Биыл Алла қаласа жалғастырамыз. Және де жандай бізде плазманың да түрлері көп қой, полированный, полидонорский, полированный, монодонорский, аферезный, монодонорский деген плазманың түрлері. Бұлар вирус инактивацияланған дейді. Вирус инактивация деп отқанымыз, мысалы жандай плазманың құрамындағы біз жана гепатит, ВИЧ бәрін тексереміз ғой, а вирус инактивация кезінде жандай бізде вирустар ағзада бактерия өте көп қой, мысалы герпес бар, хламидия бар, соның бәрі таза жойылады. Вирус инактивация жасалған кезде таза жойылады. Осындай плазмалар өндіріп беріп жатырмыз. Рахмет, біздің уақытымыз да жақындап қалады. Сондықтан да сізбен қоштасуға тура келіп тұр. Әрине сіздің сұхбат бергеніңіз ұнап отыр бізге. Ары қарай да уақыт болса жалғастыра берер едім. Біраз сұрақтарды сұрап келіп уақытыңызды бөліп, алтындай уақыт қазір қадірлі ғой бізге. Еңбегіңіз жемісті болсын, келгеніңіз үшін алғыс білдіреміз. Осылай алдағы уақытта да сізбен кездесіп, тағы бір сұхбат жасаймыз деген ойдамыз. Рахмет айтамыз. Рахмет сіздерге, ұжымдарыңызға сәттілік тілейміз. Біздің денсаулығымызға тағы бір қажет нәрсе бұл дәрумендер. Жеміс-жидектер мен көкөністерді өз қажетінше көп жеу керек, өйткені олар дәрумендер мен пайдалы заттарға бай. Олардың құрамындағы түрлі витаминдер сіздердің бойларыңыздың өсуіне, ағзаларымыздың дұрыс дамуына және көздің көруінің жақсаруына көмектеседі. Кезек керек кеңес айларында. Бүйрек бұл адам ағзасындағы ең маңызды мүшелердің бірі. Оның негізгі міндеті қанды токсиндерден тазарту. Егер де бүйрек ауыра бастағанын сезінетін болсаңыз, тамақтануға көңіл бөлу керектігін ескертеміз. Мысалы, кофе ішуді, тұзды тағамдарды, майлы қуырылған тағамдарды шектеу керек дейді мамандар. Ендеше бүйрекке пайдалы тағамдарды тізіп көрейік. Гүлді қырыққабат, А, К, В және С дәрумендерінің қайнар көзі. Дәл осы көкөністің бойында антиоксиданттар бүйрек жолдарына пайда болатын аурулардың алдын алып, қатерлі ісікті болдырмайды. Себебі гүлді қырыққабат бүйрек тінінің қабынуына қарсы тұра алатын бірден-бір көкөніс. Қара жидек көздің көргіштігін жақсартып қана қоймай, бүйректен құм мен майда тастарды айдайтын қасиетке ие. Қант диабетімен ауыратын жандардың бүйрек жұмысы нашарлайды екен. Міне, осындайда ғалымдардың айтуынша қара жидек құрамындағы антиоксиданттар мұндай әсерді болдырмауға атсалысады. Қара жидекті үнемі жейтін жандардың бүйрегінде тас байланбайтын көрінеді. Жүзімнің бойындағы С дәруменімен көп мөлшердегі флавиондтар қабыну процесін төмендетеді. Жүзімнің бұл қасиетін созылмалы телонофриттік ауыратындары жоғары бағалайды. Өйткені қызыл жүзім бүйрек жұмысына жағымды әсер етеді. Қызыл жүзім бүйрек тіндеріндегі зат алмасу жүйесін жақсартып қана қоймай, гипертоникалық аурулар мен қант диабетіне шалдыққандардың алдын алады. Аталмыш жемісті балғындай жеген пайдалы. Басқа майларға қарағанда зәйтүн майы бағалы әрі пайдалы заттарға бай. Оның құрамында пайдалы май қышқылдары көп болса, фосфор жоқ деп айтуға болады. Зәйтүн майын бүйрек ауруына шалдыққандарға және семіздікпен ауыратындарға қолдану ұсынылады. Әсіресе иммундық жүйе жұмысы бұзылғанда зәйтүн майын қолдану керек дейді мамандар. Мүгжидектің антисептикалық қасиеті бұрыннан белгілі. Оның құрамындағы пайдалы заттар несеп айдайтын жолдардағы шырыштық қапқышаларға, бактериялардың жабысуына, орналасуына жол бермейді. Инфекцияға қарсы тұрып, түрлі аурулардың алдын алуға септігін тигізеді. Сол себепті болар мүгжидек шырыны нефрологиялық аурулармен ауыратын науқастарға жиі ішу ұсынылады.
Асқан байлық не керек, денсаулығым болмаса деген ойдың мағынасына мән берсек, денсаулықтың қадірін кей кезде кеш біліп, оның зардабын кеш сезініп жатамыз. Бүгінгі хабарда біз донорлық жайында сөз еттік. Келесте кездескенше деніңіз сау, саулығыңыз қуатты болсын.